ағайын туған ұлы жұрт. Асман жарып қайқып ұшқан, құштың қош қанатындай болған, тілі оқшош дилі бір, егемен елдің ұрпақтары. Эсенсіздер бе? Тура айтасыз. Жарқыраған жаздың келиши менен канатты куштар сайрап, жер жайнап, аны менен кошо биздин эки элди бириктирген куштун эки канатындай болгон кош канат долбоору канат күүлөп учканы турат. Канатсыз құш ұша албайт, санатсыз ел құта албайт. Канаттар қайрылбасын, санаттан айрылбайлы. Қош канат долбоорубуз құш болып қайқып ұшсын деген изги тилегибиз бар. Армысыздар Алатаудың қос бөктерін мекендеген бауырлас қырғыз бен қазақ елі. Сіздерге арқа даласынан, қазақтың астанасынан ыстық сәлемімізді жолдайық. Учурда Боордош қазақ елі табиаттың қырсығынан жапа чегип, оор күндөрдү башынан кечирүүдө. Мындан ары эки элдин ортосунда жер титиребесин, суу каптабасын, жаратканым өзү сактасын. Ал эми урматтуу қазақ эли, сиздерге күч кубат тилейбиз.
Туристическое агентство For Life Travel – это надежный турагент по подбору туров и авиабилетов по всему миру для вас и вашей семьи. Для нас самое главное – это безопасное и незабываемое путешествие наших туристов и пассажиров. Каждому клиенту мы гарантируем полную информационную поддержку до, во время и после поездки. Туристическое агентство For Life Travel – ваш надежный проводник в мир путешествий. Телефоны для справок 0702 67 67 47 0504 54 44 41. Мен сенемін жастарға, алаш атың аспанға, шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Аржақ аман ба? Талғар толқын сіздерге рахмат айтабыз. Ал эми біз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Менен эфир башталып, ой бүгүн ынтымак туусуң ашталып. Чоң максатка аттанып, бүгүн чоң долбоор турат башталып. Айтууга кыргыз казакты мындан акындар келди какшанып. Байырта негиз элелек bir toğa çıkıp kuş salıp da bir taladan at çabıp. Biz çoğun meselelerdi çeçken biz çoğun gazatka da birgen attanıp. Uşul egiz eldin do dostluğum mene çencolay tam maktanıp. Keçegi toktoğul menen jambıldın kazalı bizde jattalып. Çıngiz menen Muhtar'dın bugünde çıgarmaları dаңktалып. Ey koş kanat tele dolboru buyursa koş elde tursun maktalıp. Tatıktuğu dolbor bolsa kenay buyursa tarıkta kalar saktalıp. Arba menin kazağım oy bugün aytayın söstün kazalın. Ergise kırgız kazağım men dağınır menen çerin жазамын. Koş kanat degen dolborgo bugün bölünüp turat nazarın. Kağılayın kazağım kaygının görüp bugün de senin daşıp bir turat azabın. Anseda kırgız bir tuğan mına kançalagan elderde. Kırgız kazak bir bolup birimdikte kalın el. Dalayların jengen biz ilgeri tenele kazağım. Bir tuğandu elden biz dalaylagan düşmandın sazayın kolgo bergen biz. Birimdikte bir bolsok biz tağı bir top düşmandı jengen biz. Kılımdan beri karaçı kırgızlar bir tuğan bolup gelgen biz. Andıktan uşul kazağım aytayın söstüm men dağı. Atayın gelip kalgan son koş kanattın töründe. Azırkı keste kazağım senindan orlop bir
турат абалың. Анткени Кыргыздан барып карачы далайлаган жардамдар азыр көтөрүлүп маанайың. Буйруса мына казагым жакшылыктарды каалайын. Кем болбо бакыт ырыстан сенин да бийик бир болсун таалайың. Ой Кыргыз менен казактын дайым достугун айтып ырдайбыз. Эң экиң элдин ортосун жакшылыкка буйруса жакшы сөз менен сындайбыз. Анткени байкап олтурсак ааламда нечен элдер бар, бирок Кыргыз менен казактай дос боло албайт эмеспи? Ойлоп олтурсак канчалаган элдер бар, бирок кош боло албайт эмеспи? Андыктан акындардын сөздөрүң айтыла берсин эңеске. Анда сөзүмдүн болсун этегиң ай, мен дагы кутманга эле берем эй кеңешти. Арген агамдын соңунан ой, мен дагы амандык сурайм тобуңан. Эргиген акын соңунан эгиз кыргыз казагым мен эсендик сурайм чогуңан. Алыстабай ырдайын андаң айта турган доңоюман. Алыстабай баштайын ата бабамдын до жолунан. Кагылайын казагым калгы байылдан чыкса кен, тагдырын кайгынын жайган до торунан. Каалайын сага казагым бакталайдын до зорунан. Ишиңер чыксын ардайымдаң илгерилеп тоңоңунан. Эми казак кыргызга кааларым, сен деген эмес сиздешкен, мен деген эмес биздешкен. Көрүнбөй калсаң издешкен, көп кетсе түздөшкөн даң окшошкон элден бололу. Бирибиз үчүн бирибиз көкүрөк менен ар качандан октоскон элден бололу. Казагым үчүн кыргыздын кадыры болсун жогору, кыргызым үчүн казактын да кыйладан баркы жогору. Ошондой достук болсо кен, туугандар оболку жана доңго болу. Жакшылык болсун экелде жалпыбыз омин деп тогоёлу. Эй эме суу алса дагы калаңды, казагым сумсайтып бузбаң о санаңды. Топон сууң алса калаңды да тоздуруп бузба санаңды. Жардамын берип жаткан кез жалгасын Кудай деп айтам Жапаров Садыр агамды. Кабыл ал казак, кабыл ал менде какшанган акынды балаңды. Бүгүн сен жака буруп жатамын, серпилтип бүгүн санамды. Бузбасаң экен ар качан, ушундай оң ынтымак болуп тоңараңды. Эми таалай биргең элелек, тагды тамыры бирге чатышкан. Эзилсе дайым казагымдаң, менин даң эт жүрөгүмдөң ачышкан. Сайрасын до комуз домбура, дайыма сактасын Кудайдың атыштан. Чын достугу болсун ортодоң ай, буйруса чыкканча эле күнүң батышта. Дүйнөдө бир өнөрдү эгиз кылып алып жүргөн окшош элдер болбосо керек. Өнөр алды кызыл тил демекчи, акыл жарыш, акын жарыш айтыш эмеспи? Те илгертен эки элдин айтылуу акындары бири-бири менен айтышып тарыхта калышкан. Эми да ошол салтууланып, элдин урпактары, эки элибиздин урпактары кошпой келип чоң айтыштарды айтып жүрүшөт. Ал эми азыр студиябызга эки элге төкмөлүк өнөрлөрүн арнап, долбоорубузга ак жол каалап кирип келген кыргыздын төкмө акындары Арген Биймырза уулу жана Кутман Садыбакасов. Кош келипсиңер жигиттер. Кана Арген, Кутман, казакка байма-бай каттап жүрөсүңөр. Төкмөлүк өнөрдү ал жака алып барып, анан байгелүү келесиңер. Мына ошол тууралуу бир кеп козгосок. Казак менен кыргыздын бул төкмөлүк өнөрү байыртан атадан балага калган нагыз казак менен кыргыздын төл өнөрү деп айтсак болот. Ушул боордошторубуз, бир туугандарыбыз, казак бауырларыбызга барып, жакында эле жыл айланбай өткөн жылы ошол Орал калаасына барып келгем. Тас кескен деген калаасы бар.
ошол Таскала деген калаасы бар. Ошол Таскаладан барып, ошол жерде 90 жылдыгына карата айтыш болуп, ошол жерден баш байга алып келгенбиз. Көп эле барабыз, бирок казак бауырлардын жерине дайыма айтыштарын жогорку деңгээлде кыргыз бауырларыбыз келди, бир тууганыбыз келди деп өзгөчө сый менен тосуп алып, кайра бизди өзгөчө сыйлап, жакшы узатып жүрөт. Бир эле айтышыбыз ал. Эмне жалпы жонунан көп эле айтыштарга барып жүрөбүз, көп сыйын көрүп жүрөбүз. Казак, кыргыз бир тууган, канчалаган кылымдардан бери келатат. Бул ошол биздиге чейинки Арыстанбек, Токтогул, Жамбыл аталарыбыздын, ошол бабаларыбыздын салган жолу менен келе жатабыз десек туура болот. Кутман мырза, айтыш учурунда эсте калган, эң кызыктелген эки элдин акындарынан кеп салсаңыздар. Айтыш учурунда эсте калган окуялар абдан көп. Маселен, бул айтыш өнөрү казак кыргызга гана энчиленген өнөр болгондон кийин эгизел канча жылдардан бери, канча доорлордон бери бири-бири менен айтышып, азил айтышып, аңгемелешип келатат. Биз эс тартып көргөн күндөн бери эгизелге бирдей орток акын Элмирбек Иманалиев агайыбыз, Алыт Туткучев, Жеңишбек Жумакадыр агаларыбыз менен болгон казак акындарынын ичинен Калкагар Тоодой Караны бар, кадимки Серик Калиев, Балгынбек Имаш, Айбек Калиев өңдүү мыкты агаларыбыздын айтыштары биздин кыргыз элинде азыр айтыш өнөрүнө кызыгып, акын болсом деп далалат кылган жаштардын арасында айтышы азыр ар бир жаштын акыл эсине сиңип, жатталып айтылып жүрөт. Биз үчүн ошо эсте каларлык айтыштардан Балгынбек Имаш агабыз менен Элмирбек Иманалиев агайыбыздын айтышы керемет деңгээлде, аны жалпы кыргыз журтчулугу билет. Алыт Туткучев агабыз менен Аликбек Мусаев агаларыбыздын керемет айтыштары бар. Ушул керемет айтыштар буюрса тарыхта дагы да кылым картып сакталып калат деген ойдобуз. Ал эми биз болсо жаштар азырдагы казак акындары менен, жаш акындары менен мыкты айтыштарды жасасак деп аракет кылып далалат кылып келатабыз буюрса. Кутман Арген, аз да болсо убактыңыздарды ушул жака бөлүп, жакшы бир кызыктуу кеп кылып бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Туристическое агентство For Life Travel – это надежный турагент по подбору туров и авиабилетов по всему миру для вас и вашей семьи. Для нас самое главное – это безопасное и незабываемое путешествие наших туристов и пассажиров. Каждому клиенту мы гарантируем полную информационную поддержку до, во время и после поездки. Туристическое агентство For Life Travel – ваш надежный проводник в мир путешествий. Телефоны для справок 0702 67 67 47 0504 54 44 41. Ал эми биз болсо кезекти казак боордошторубузга берели. Бизди байланыстыратын кундулуктар мен тарихи тулгалар көп. Онун ичинде акындык өнөрдүн көрнөктүү тулгалары Сүйүнбай мен Катаган акынды, Кенен мен Оспанкулду, Жамбыл мен Токтогулдун руханий байланыстарын ерекше атап өтүү керек. Кос улуттун мәдениетіне, достығына, олардың қосқан үлестері өлшеусіз. Екі елдің топырағынан нәр алған, кешегі данада дара тұлғаларымыздың сөзі дуалы, ақын жыраулардың салған сара жолы уақыт өткен сайын жаңғырмаса, сөнбесі сөзсіз. Екі ел барда, олардың есімдері ешқашан ұмыт болмақ емес, болмайды да. Себебі олар жүріп өткен жолды жаңа буын жалғады. Арада жылдар өтті, ұрпақ жаңарды. Екі елде жаңа есімдер, жаңа жыр дүлдүлдері жарқ етіп жанды. Енді біздің студиямыздың төрінде де арқалы ақын, ақтангер ақын Мейірбек отыр. Мейірбек Сұлтанханнан сұрағым келеді. Мейірбек, өзіңнен осы біздің қырғыз бен қазақ елін айтыстың қандай қуаты байланыстырады? Қандай ерекшеліктерді өзің осы айтыстарынан байқап жүресің, бағамдап жүресің? Айтыстай атамұра өнерге ие болып қалған осы қос халық, қазақ пен қырғыз, сол дәстүрді дәріптеп әлі күнге жаңа заманның көшіне ілестіріп отырған осы екі елдің ынтымақтастығы деп айтайық. Өткен дүниеден өнеге алып қадірлей білуінің арқасы деп білеміз. Әбділда Тәжібаев атамыз кезінде Қырғызға барған кезде мен де кидім ақ қалпақ, оюлап шетін сырғызған, менің де бетім жап-жалпақ, айырмам қайсы Қырғыздан деп айтқан екен. Кезінде одан кейін осы 2016 жылы марқұм Қырғыздың тамаша ақыны,
айтысынан бөлек әндерінің өзі жұрттың жүрегін жаулаған, қазақ пен қырғызға ортақ ағамыз Елмірбек Иманалиев ағамызбен айтысып едік. Сол айтыста ағаның пейіліне, көлден тұнық бір көңіліне риза болып қайтқанмын. Сол айтыста бірінші айналымда Елмірбек ағамызға Сара Тоқтамысова арнайы шапан жауып, басына мұрат кигізген болатын түгін. Одан кейін ақтықсында екеуміз айтыстық. Сонда мен айтқаным бар еді. Ойға түсіп отырау, Әбділда атам сөз айтқан: сен де кидің ақмұрап, тұлғаңды көрдім ғажап паң, айнаға қара жақсылап айырман қайсы қазақтан деп. Сол секілді қазақ пен қырғыз бір туған ел дегеннен кейін дәстүрі де, өнері де, өмірі де бөліп алуға келмейді. Біздің Баянғали көкелеріміз бастаған, бертінгі ақындар қостаған қырғыз бен қазақ айтысы бұл екі елдің бақталастық емес, керісінше татулығын арттыра түсетін үлкен өнер деп білеміз. Керемет. Достығының нәзіктігі үзілмеген сондай бір сарыны да ұқсас елдеріміз ғой. Ендеше Мейірбектің әдемі арнауын неге тыңдап алмасқа? Мейірбек мырза, сізде кезек. Шекті қолға алып, түскен кезде таласқа, қуанатын өздерің өнерпаздың бағаса. Ой бәлі! Алты алашқа бас идім, ағайын жұрт армысың, сіздер үшін даусымыз алты қырдан әр асса. Телекөпірде отырған бәйкелерге мың сәлем, ниетін беріп таласқа, тізгінін берген Манасқа. Тәлім керек жастарға, тамыр керек ағашқа, жол көрсетер бар қазақ, бір қырғыз егер адасса, қырғыз келер көмекке, қазаққа қайғы жанасса. Су басқанда даланы, көлікке тиіп көмегін, толтырып қабын дәмасқа, Алатауды телемген ағайынға рахмет, ақ қалпағындай бастағы әппақ адал пейілін танытып жатқан Алашқа. Көк жәшіктен біздерге көз тігіп тұр қос тарап, қызғанатын жау көріп, қызығатын дос қарап. Ұзақ болсын ғұмыры, жаңа жоба қос қанат, Алтай менен Атырау көз тігіп отыр сіздерге, бізді де қарап отырау, Бішкек менен Ошқалап. Адамнан пейіл кеткенде, ағайыны қас болат, көже қарыны тоқ болат, көңіл қарыны аш болат. Дәл осындай бүгінгі сыйластықтан үлгі алсын, жаңа өскін жасталап, біз кеткенмен ел қалат, су кеткенмен тас қалат. Ажыраталар кім бізді, қазақ пенен қырғызды, бір туған деп айтқан сөз, қиын шақтар түгілі, қияметте де расталады. Би шешені шығарған бір ауыз сөзбен шешімін, жауласам деп келгенге жасамаған кешірім. Тебін деген жылқыдай теріп жеген несібін, қатар ашқан халықпыз егемендіктің есімін. Манасты хатқа түсірген шоқ жұлдыз Шоқан атамды айтып кетсем несімін, дәлелдейік дәл бүгін Тоқтағұл мен Жамбылдың тоқтамағанын көшінің қосылынан айырылып, қайғыға кенен түскенде Османқұл айтқан кесімін.
Мұхтар болып тіледім Шыңғыстың шыңға өсуін. Оу, естемес, Әшірәлі естемес. Манаппенен Есенқұл мақтанып айтам осы күн. Елмірбекпенен Ораздың елі ұмытпайды есімін. Еңсесін тіктеп елімнің биіктерге шығарысын. Қадірлі Қасым Жомартпен, оу, садырдай саңлақ қосылың. Қазақ пен қырғыз жұмылып, қомыз домбыра бірігіп, тербете берсін мәңгілік бейбітшіліктің бесігіне. Ақының жырын арнасын, бабаның жолын жалғасын, жақсылығын қос елдің жырлаудан жағы талмасын, қазақ пенен қырғыздың қос қанаты талмасын, азаттық деген аспанда самұрықтай самғасын. Қазақтың қырғыз бауыры, қырғыздың қазақ досындай, шымырлатар денеңді шырқалғанда бешірғай. Оу, таңға дейін жырлар ем, сөз берсеңдер шошынбай, Баянғали көкем бар. Манастайын жырыңды баяндайтын тосылмай, кездескенше келесі, аман болыңдар ағайын, тұра алмаспыз ау бұдан соң эфирлеріңе қосылмай. Аттың басын бұрайын, ұзақ сөйлеп жосылмай, ыстық көлді жайлаған бауырларға қазақтың судан тұнық сүттен ақ ыстық көңілі осындай. Рахмет. Біздің төрімізде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі ақын Баянғали Әлімжанов аға отыр. Қош келдіңіз аға. Енді өзіңізді Баянғали аға қос елдің жұрты алашшы әрі манасшы ретінде жақсы таниды. Енді сол қос елдің маңдайына біткен қаламгері ретінде бүгінгі Қос қанат тележобасына өзіңіздің ағалық ақ лебізіңізді арнап жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум, айналайын қырғыз туғандарым. Мен енді мынау қазақтың ішінде жүрсем қырғыз болып жүремін да, қырғызға барсам қазақ болып жүремін ғой жаңа. Бұл Қос қанат деген хабар жобасы өте бір дұрыс қолға алынған нәрсе. Себебі қазақ қырғыздың бауыр екенін, туысқан халық екенін үлкендер жақсы білеміз. Ал енді осы ұғымды мынау жас қырғыздарға, жас қазақтарға бала күннен сіңіріп, соларға үйретуіміз керек. Мен өмірден алға өзімнің басымнан өткен оқиғаны айтайын. Бала күнімде сол бір 6-7 жасар бала шығармын. Менің Мейрамбай деген ағам болды, кіші ағам. Сол кісі маған айтты: бізге қазаққа ең жақын туыс халық бұл қырғыз деді. Сол мен құлағыма сіңіп, миыма қонып, жүрегіме ұялап қалды. Содан кейін ұзамай біз Мұхтар Әуезовтің алғы сөзімен шыққан Манастың 4 том қазақша аудармасы қолға тиді. Тура қазақтың жыры секілді, ары ұқсайды, ары ұқсамайды. Соны оқыдық. Содан қырғызға ғашық болдық, жақсы көрдік. Сонымен жасым 70-ке келді. Әлі күнге сол махаббатпен келе жатырмын. Бұны неге айтып отырмын? Біз бала күнінен, бесіктегі баламызға, балабақшадан, мектептен айналайын, міне қазақ қырғыз бір бауырсың, бір туыссың деп кішкентай күнінен сіңіріп өсірсек, олар оны өмір бойы есінде сақтап өтеді. Өйткені қазір заман қиын, алмағайып, неше түрлі қиын ойлар, идеялар соғып жатыр жан-жақтан. Сол кезде біздің балаларымыз адасып қалмау керек. Біз кіміміз бар дегенде, қазағым бар, қырғызым бар деп тұратындай, осындай ұғымды балаларымыз білсе екен деймін. Сол мақсатта алғанда, мына Қос қанат бағдарламасы өте орынды қолға алынып отыр. Мен тілейтінім бұл хабарларыңыздың ғұмыры ұзақ болсын, қазақ қырғызға бірдей жетсін, қазақ қырғызымыздың жастарының қанаттары талмасын, бейбіт еліміздің аспанында, бүкіл әлемнің аспанында самғасын. Айтқаныңыз келсін. Аға, осы сәтте бір сұрақ, енді бізде сөз бар ғой, қазақ қырғыз бір туған деген. Осы сөздің түбі негізі қайдан шыққан? Екі елдің бауырластығы қай кезеңнен бастау алды? Бұл бір керемет сөз. Қазақ қырғыз бір туған дегенді қазақты айтады, қырғызды айтады аталарымыз. Бұл арғы тарихтың түбіне кетеді. Кешегі Орхон Енисей жазбаларында қырғыздың аты бар. Оның арғы жағында Қытай жазбаларында біздің Үйсін, Дулат, Керей, Арғынның аттары бар. Демек бұл түп тамырдан, арғы дәуірден келе жатқан тарих. Ал енді қазақ болғалы, қырғыз болғалы осы бір туғанбыз деп айырылмай келе жатыр. Бұның ішінде енді кейде біздің қазақтан да шығады, қырғыздан да шығады жаңағы. Қырғыз қазақтан шыққан, болмаса қазақ қырғыздан шыққан деп. Мен айтам, тоқтаңдар, атаның сөзіне тоқтасаңдар. Атаң айтып тұр ғой, қазақ қырғыз бір туған, бірге туған дейді. Бірінен бірі туған демейді ғой. Сондықтан бұл жерде талас біз қырғыздармен қатты қалжыңдасамыз, мына зиялы қауым ақындармен. Сонда
қырғыздар айтады, біз үлкенбіз, ағамыз дейді. Қазақтар айтады, біз үлкенбіз, ағамыз дейді. Соны Сүйінбай Ералиев деген атамыз, қырғыздың ақыны сол айтқан ғой. Айналайын қазағым, мейлің інім, ағам бол, тек әйтеуір аман бол деп. Соны енді бізді айтамыз. Мен де қалжыңдап қырғыздарға айтқан өлеңім бар. Айналайын қырғызым, тәп-тәтті болған тілің бар, өзіме тартқан түрің бар. Телегей теңіз жырың бар. Байтақ жатқан қазаққа ағаңдай көріп еркеле, інімдей болып еркеле. 18 мың ғаламда еркелігіңді көтерер, қазақтан басқа кімің бар? Қандай тамаша. Сондай бұл, егер түптеп келетін болсақ, ол бір туған халықпыз біз. Бір халықпыз керек десеңіз. Екі жақта отырған егіз халықпыз. Егіз балалар ойнайды ғой, еркелейді, бір-бірін айтысады, жүлдеге таласып қалады, көкпарға таласып қалады. Күресте балбандар күрестің бәйгесіне таласып қалады. Оның бәрі жарасады. Оның бәрі біздің үлкен, терең жатқан қанымыз, жанымыз, әніміз бір халық екені болғандықтан, бұның бәрі жарасымды деп ойлаймын. Мен қырғыз еліне көп бардым, көп араластым, ақындармен де көп айтыстым. Қырғыздан түйе мінгенмен айтыста. Манас жырын айтқан үшін маған қырғыз президенті Садыр Нұрғожаұлы Жапаров достық орденін таққан. Мен сондай ризамын. Енді Серік аға, өзіңіз осы орайда қандай ой қосасыз? Енді жаңа Байкең тарихқа байланысты, жалпы достыққа байланысты айтып өтті ғой. Мен өзім мына 2005 жылы Астанаға Мұхтар Шаханов белгілі ақынымыз парламент мәжілісінің депутаты болып сайланып, соған көмекшілікке өзі шақырған. Сонда ол кісімен Шыңғыс Айтматов ағамыздың екеуінің достығының куәсі болдым. Соңғы шығармаларының ең алғашқы оқырманы болып қалдым соның арқасында. Жалпы мен енді сонау Қазақстанның бір қиырындамын ғой, бірақ қырғыз ағайындармен соншалықты жақындасып кетеді деген ойым болған жоқ. Жаңағы Болат Шәмшиев ағамыздың мына осы менің ұлттық спортқа алып келген сол кісі. Енді бұлай қарайтын болсақ, оның тарихта біз бәрі бір халықпыз. Этнографиямызда, биографиямызда, географиямызда бәрі бір халық. Енді мына Қосқанат долбары дейік қазақша, қырғызша долбор екен. Бұл жобасы өте уақытында келіп тұрған, жасалып тұрған жоба. Бұл жоба жанды болу керек. Шынында да біздің халықтарымызды біріктіру керек. Шынайы кәдімгі істе, әрекетте алға басуға екі қанат, жаңағы Баянғали ағамыз айтқандай, бірге самғау керек, бірге қағу керек. Осындай алға басса ғана біз бірімізден біріміз алға кете алмаймыз. Міндетті түрде бірімізбен біріміз жұптасу керек, бірігу керек, тұтасу керек. Жалпы бұл жоба біздің түркі халықтарының бірлесуінің, бірлігінің бір нақты іс жүзіндегі бір қазіргі заманға сәйкес жақсы әрекет деп есептеймін. Бұдан да басқа әрине институттар бар бізде. Түркі академиясы бар, Түрксой бар, қор бар, бізде парламент бар түркі халықтарының. Бірақ мынау жалпы қарапайым халықты бірлестіретін, бірін-біріне жұғыстыратын, ұғыстыратын бірден бір жоба. Тарихта неше түрлі нәрсе болды. Ол тарих ретінде қарауымыз керек. Біз қазір алға басатын заманға келіп отырмыз. Қазір міне көріп отырмыз, су алып жатыр, от алып жатыр, жер сілкінісі болады дегендей, болып жатыр дегендей. Осындай кезде біз бұнсыз да экономикалық, мәдени, барлық сала бойынша бірлесуіміз керек. Әсіресе мен қазір ұлттық спортты көбірек назарға салып жүрмін, зерттеп жүрмін. Осы салада бірлесетін нәрселер өте көп. Сондықтан мен қырғыз ағайындарға дұғай сәлемімді айтамын. Осы мынау осы жобаны бірлесіп ары қарай алға бастырайық. Өте қуаныштымын осындай жобаға келіп қатысып жатқаныма.
Туристическое агентство For Life Travel – это надежный турагент по подбору туров и авиабилетов по всему миру для вас и вашей семьи. Для нас самое главное – это безопасное и незабываемое путешествие наших туристов и пассажиров. Каждому клиенту мы гарантируем полную информационную поддержку до, во время и после поездки. Туристическое агентство For Life Travel – ваш надежный проводник в мир путешествий. Телефоны для справок 0702 67 67 47 0504 54 44 41. Қазақ пен қырғыз домбыраның қос шегіндей үндес халық. Төскейде малы қосылған көрші ел ғана емес, ертеден тамырлас, тағдырлас, бауырлас мемлекеттер. Өйткені ұлтымыздың тарихы тағдырлас, тілі мен діні, салты мен әдет ғұрпы етене жақын, өнері ортақ. Олай болса, сөз кезегі біздің бауырлас ағайын қырғыздарда. Бішкек, байланыстасыздар. Талғар Толқын, сіздерге рахмат айтабыз. Ал эми біз болсо, көрсөтүүбүздү улантабыз. Атайы аққалпақты қырғыз елден, баратам бордош елге қанат күліп. Алматыға баратқан қыз, ару сезім жаратқан қыз, тамылжыған таң нұрындай, талантының таң атқан қыз. Алматыға баратқан қыз, Алматыға баратқан қыз. Өнөрүдүн улуу жолун улап келем, Алматыга бараткан кыз, ару сезим жараткан кыз, тамылжыган таң нурундай, талантынын таң аткан кыз. Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан кыз. Келдин өнөрүнөн алып кубат, токтогул Курмангазы аталардын жолунда жүрсөк экен өнөр улап. Алматыга бараткан кыз, ару сезим жараткан кыз, тамылжыган таң нурундай, талантынын таң аткан кыз. Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан Алматыга бараткан кыз, ару сезим жараткан кыз, тамылжыган таң нурундай, талантынын таң аткан кыз. Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан
республикасынын санатын изилдеген Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты менин устатым кыргыз элинин сыймыктуу кызы Роза Аманова эжекебиз кош канаттын төрүндө. Кош келипсиз. Роза айым, долбоордун алгачкы кырылгачына кош келипсиз. Биздин ырыбыз бир, тарыхыбыз, сырыбыз дагы бир. Бүгүн мына бордош элибиз менен маданиятыбызды, адабиятыбызды, ойлорубузду, керек болсо тойлорубузду дагы ортого салалы деп ушул кош канат теледолбоорун баштап отурабыз. Кош элдин маданиятына эмгек сиңирген ишмерисиз. Мына ушул бүгүнкү долбоорду кандай кабыл алдыңыз? Алгач ушул долбоорду чындыгында баягы кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи, ушул жакшы изги ой тилек менен алдыга койгон максатына жетишсин дегим келет. Ошону менен бирге мына ушул сиз жогоруда белгилегендей эле биздин кечээкүнкү дастүрлүү музыка дейт, мисалы казактар бизде санат салттуу музыкалык искусство дейбиз. Мына ушул өнөр дүйнөсүнөн алып караганда эле ошол Токтогул атабыз менен Курмангазы, Жамбыл аталарыбыз, анан бери жагында мисалы Осмонкул Бөлөбалаев менен Кенен Азербаев, мына ушундай улуу өнөрдөгү достукта дагы, ынтымакта ушул эки элдин маданиятында өз эмгеги менен келе жаткан биздин залкарлар бизди мындан ары дагы ушул өнөр дүйнөсүнө баягы бир чакырып, ошону менен бирге ушул өнөрдөгү достукту алып кетүүгө жол көрсөтүп турат. Ал эми ушул долбоорду айтайын дегеним, бул заманбап долбоор болуптур дегим келет. Себеби бүгүнкү күндө ушул улуттук иденттүүлүктү сактоодогу, ошону менен бирге эле ушул эки элдин ортосундагы ынтымакка өбөлгө боло турган ушул маданиятты, ушул искусство аркылуу мына ушундай долбоор жасап атканыңыздарга мен өтө кубанычтуу, баягы бир ыраазычылыгымды билдиремин. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө ушул долбоордун арты менен биздин тек гана музыкалык искусство эмес, мына бүгүнкү күндө театралдык искусстводо, кино искусстводо, ар бир багыттарда, ошол эле заманбап музыкалык искусстводо дагы көп сонун долбоорлорду көрүп абдан кубанып атабыз. Буйруса ушул кош канат теле долбоору мындан ары дагы эл аралык деңгээлге чыгуусуна тилектештигибизди билдиребиз. Ушул тапта бизде улуттук биринчи каналдын жана эл арна казак телеканалдарынын жалпы көрөрмандары бизди түз эфирде көрүп жатат. Сиздин сүйөрмандарга, сиздин күйөрмандарга эки элдин эрки кызы катары эмне айтар элеңиз? Мен ушул Казакстан дегенде мен жаштыгым эске келет да. Себеби дегенде кайда калды 25 жаш деп, казактарда 25 деген сонурлар бар. Чындыгында ушул мен 25 жашымда ушул Казакстандын Алматы шаарындагы баягы бир изги ажайып жаштык эсиме келет. Бекеринен бүгүн Алматыга бараткан кыз деген чыгарманы ырдаган жокмун. Чындыгында ушул ар бир менин чыгармачыл, мындайча айтканда баягы бир өнөктөштөрүмө дегим келет. Кесиптештериме, ошол Алматыдагы Курмангазы атындагы консерваториянын аспирантурасында окуган менин курсташтарыма бардыгына ушул долбоор аркылуу салам айткым келет. Ошону менен бирге мына ушул долбоордо Кудай буйруса эки элдин ынтымагына, ырашкерлигине салым кошкон Роза Рымбаевага окшогон, Майра Ильясовага окшогон, Эльмира Жаңабергенова окшогон, мына азыр мен экрандан көрүп калдым, Ардак Балажан деген мына биздин жакшынакай кызыбыз казактын мына ушундай баягы бир айтып коет эмеспи, өнөр менен адамдардын жүрөгүнө жол салган биздин ушул казактын өнөр адамдарына, ошол кишилердин чыгармачылыгы менен эки элдин достугу мындан ары улана берсин келет. Ошону менен бирге ушул мына ушул жакшынакай долбоордон пайдаланып, жогоруда сиздер айткандай дастүрлүү музыканы, салттуу музыканы изилдеген этно музыка таануучуларды, ошонун арасында мына Саида Илемановага окшогон, Асия Ибайдуллаевнага окшогон жана башка мыкты укмуштуудай бир этно музыкалык мектепти түптөгөн казак музыкалык искусствосунда өзгөчө орду бар өнөр адамдарына, этно музыка таануучуларга жалпысына мындан аркы изги тилектерди жана өмүрдөгү жакшылыктарды каалайм. Мына кечээкүнкү болгон апат ошону менен чыгып кетсин, мындан ары казак жергесинде, деги эле дүйнөдө, деги эле ошо элибизде тек гана жакшылыктар болсун дегим келет. Айтканыңыз келсин, сизге ыраазычылык билдиребиз. Казак менен кыргыздын ортосундагы көпүрөнү кура бериңиз, маданият көпүрөсүн кура бериңиз. Ал эми биз болсо, урматтуу казак боордоштор, эми кийинки кеп кезекти сиздерден алгалы. Елдерді біріктіретін де, жақындастыратын да өнер мен мәдениет. Біз үшін ән де, күй өнері де
ортақ. Қазақтың әнін қырғыз, қырғыздың әнін қазақ әншілері шырқап келеді, шырқай да береді. Бастысы қос елдің жұлдыздары орындаған әндердің көрермені де, тыңдарманы да көп. Ендеше біз кезекте осындай әдемі әнге береміз. Алдарыңызда өнер көрсететін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ардақ Балажанова. Керемет ән шашу болды. Тамаша, бір жүректің құлын шертетін әуенді орындап шықтыңыз. Көп рахмет, Ардақ ханым. Енді әрбір әуен өмірге кездейсоқ келмейтіні анық қой. Жаңа қырғыз ағайындардың тамаша әнін шырқадыңыз. Бұл әнді қалай үйрендіңіз? Тарихы жайлы қандай да бір мағлұмат білесіз бе, айта отырсаңыз? Иә, жаңа эфирде көргендеріңіздей, мен Роза Аманова апайымызды өнердегі алдыңғы буын, өзім сол консерваторияда оқып жүрген кезден білетімін, шығармашылығына ерекше махаббатпен қараймын, әндеріне ғашықпын. Сол секілді осы қазіргі заманауи қырғыз әндерін әдемілеп сахнаға шығарып жүрген Қанике есімді қырғыз халқының бір әдемі әнші қызы бар. Сол қыздың орындауында үйрендім бұл әнді мен. Енді менің білуімше бұл әннің өзі сағынышқа толы, кәдімгі 1925 жылдары
білгімше сол замандарда туған ән екен. Бұл әнді білмейтін қырғыз халқы жоқтың қасы. Өйткені бұл халықтың сол кездегі қиыншылығы мен сағынышы, бауырға деген, елге деген махаббаттан туған екен. Жаңағы өздеріңіз айтып тұрғанда да түсініп тұрған боларсыздар. Сондықтан сол сағыныштан туған тарихи ән. Туристическое агентство For Life Travel – это надежный турагент по подбору туров и авиабилетов по всему миру для вас и вашей семьи. Для нас самое главное – это безопасное и незабываемое путешествие наших туристов и пассажиров. Каждому клиенту мы гарантируем полную информационную поддержку до, во время и после поездки. Туристическое агентство For Life Travel – ваш надежный проводник в мир путешествий. Телефоны для справок 0702 67 67 47 0504 54 44 41. Олай болса, сөз кезегі біздің бауырлас ағайын қырғыздарда. Бішкек, байланыстасыздар. Рахмат, кеттіңіздер. Долборуздың төрінен орын алған Манасшы, Манас театрының директоры Азиз Беймырзаұлы. Азиз мырза, қош келіпсіз. Құшуақ болсын. Азиз мырза, қырғыз тарихын, қағда салтын біліш үшін Манасты оқы, Манастан іздедішеді. Сіз емен Манасшы қатары қырғызға тиешері барын ине жөне шейін білесіз. Ал емен мындан тышқары қырғыз менен қошына тектеш елдің да қағда салтын қараштырсаңыз керек. Бұл екі елдің салттарын, оқшаштықтарын кеп қылып берсеңіз. Біріншіден, қырғыз, қазақ екі елдің ортасындағы телекөпір арқылы шығып жатқан Қошқанат долбоорунун алғашқы көрсетүүсү экен. Ушул долбоордун сапарына ийгиликтерди каалайм. Сапары байсалдуу болуп, көрөр күнү мол болуп, эч убакта күнү батпасын дейт элем. Азыр мага чейин Кыргыздын, Казактын, нагыз эки элдин ортосундагы улуттук кундулуктардын артын жүргөн эл жакшылары сүйлөдү. Анын ичинде эфирден көрүп турдук, Баянгыл Алимжанов ага армысыз Ала Тоодон бүкүл манасчылардын атынан сизге салам, дуай айтабыз. Мээрбек досубуздун сөзүн уктуп, ырындык элекпиз. Сарыгашка Мантай Кутманалиев баштаган замандын залкары Замирбек аталардын саламын жолдойбуз. Эжелерибиз менен Розжев замандашты. Эми дүйнөдө окшош элдер, дили бир болгон элдер көп. Бирок ошолордун ичинен бир эл, эки мамлекети бар бактылуу эл, куштун кош канатындай, бир төөнүн өркөчүндөй, бири биринин эмчегиндей болгон бул Кыргыз менен Казак. Бизде кандай салт дастур боло турган болсо, Казактын өзүндө ошондой салт дастур.
болгондо устуканда гана маселе бар. Биз жылкынын учасын тартсак, казактар жылкынын башын тартат. Биз жиликти бүтүн тарта турган болсок, казак калкынын айрым бир аймактары жиликти чаап тартат. Эми Кыргызстан аймагында да мындай нерселер бар. Дээрлик 99% кыргыз казак бир эл десек болот. Маселен биз Казакстандын мейли Жайыкка барабызбы, мейли Карагандага барабызбы, Түркүстанга барабызбы, Таразга барабызбы, Кыргызстандын ичинде Сокулукка же Кара-Балтага же Токмокко же Чаекке баргандай эле сезебиз өзүбүздү. Дегенибиз Абайдын адабиятын, Муктар Әуезовдун Абай жолун окуп, Абайдын кара сөздөрүн окуганда биз Молдо Кылыч менен Молдо Нияздын китептерин окуп аткандай туябыз. Олжас Сулеймановдун китептерин окуп аткан кезде улуу талаа жөнүндө сүрөттөлө турган болсо, Айтматовдун кылым картары бир күнү менен толор кулаганын окуган кезде улуу толордо жүргөндөй гана боло алабыз. Айырмачылык географиялык алкактарыбыздагы алар тегиздикти жаза турган болсо, биздики дайыма бийиктикти тобуну жазып турушат. Айтышта дагы так ошондой. Классикалык адабиятка казак эли басымды көбүрөөк жасап, себеби орустун таасири бизден биринчирээк тийгендиги көрүнүп турат. Озеки чыгармачылыгында дагы, поэзиясында дагы Анатолий Эмиркановдун ырын окуп туруп, биздин Муктар Шахановдун ырын окусак, же болбосо алардан Мукагали Макетаевдин ырын окуп туруп, бизден Анатолий Эмиркановдун ырларын окусак, Шамшык Алдаяковдун обонун угуп туруп, Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктүсүн окусак, кайрыктар, жыттар искусстводогу байыркылыктан сөз түздө бирөө чоор ойноп аткандай, же бирөө добулбас согуп аткандай, же бирөө кадимки домбураны күйүтүн белине чейин батырып алып ойноп аткандай сезиле турган болсо, анын бардык күйлөрү биздин сөз түрдө комуздагы сынган бугу, андан бери көстү көкөй кести күйлөр сыяктуу илептер келип турат. Мындай окшоштуктар, мындай жакындыктар дүйнөдө көп элде болушу мүмкүн. Бирок ошондой баалуулуктарын, адамзаттын алтын казынасына кошкон улуттук мактаныштарын ыры менен айтып бере алган эл дүйнөдө кыргыз менен казактан бөлөк элде жок. Буга биздин жана Кошбайга айтыштарындагы Муктар Ниязов менен Азамат Болгонбаевдин Гиннестин рекорддор китебине Рысбайга катталып аткан кезде Баянгали Алимжановдун Калыстар тобунун мүчөсү болуп туруп коюп аткан баалары анын бардыгын далилдеп турат. Бүгүнкү күндөгү адабиятыбызда Улукбек Эстаулет менен Султан Раевдин, Нурканат Жакыпбай менен Кайрат Иманалиевдин бир канча эмгектери кыргыз эли, казак эли маданиятында сахна тандабастыгын далилдеди. Анын жыйынтыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мынакей Боранды Бекетти Азербайжан Мамбетов атындагы Астана театрында Кыргызстандын мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Уламырза Карыпбаев коюп, аны Кыргызстандын өзүн алып келип, ушул жерде элге тартуулап берди. Демек, биз кыргыз казактын ортосундагы жел кандай чек аранын мындай бир такалып калбай турган болсо, кесип өтө турган болсо, биздин улуттук маданияттарыбыз кыргыз казак ортосунда так ошол эрке жел сыяктуу, күндүн шооласы сыяктуу эч кандай кыйынчылыктарга тушукпай, бири-бирине эркин ойной берет. Бүгүн дагы ошондой эфирибизде биз отурабыз. Манас кыргыз, манасчылардын баары кыргыз. Анан казак боордоштордун сиз айтып кеткен Баянгали аттуу манасчыны тааныйбыз. Ал эми сиз Баянгали мырза менен байланышып жүрөсүз, мамилеңиз бар. Эми кийинки суроо мындай болсун. Экөөңүздөрдүн айткан манасыңыздардын өзөгүндө кандайдыр бир айырмачылык барбы же бир эле эпос ба? Аябай жакшы суроо. Манастабыз Алтайда туулуп, Ала тоо душмандардан бошотот. Ошол Ала тоону бошотконго чейин биринчи кадимки Сары Өзөн Чүйдү, Таласты, Ордолуу Ошту, Анжиянды, Жалал Абадты бошотконго чейин, Касиеттүү көлдү бошотконго чейин бул Сарыарканы бошотот биринчи. Кадимки Көкчөнүн атасы Айдаркан менен бирге, Айдаркандын баласы Көкчө менен бирге барып Сарыарканы бошотуп, ошол жердин баардыгын жайлап келгенден кийин анан Касиеттүү көл кылаасына келип, көлдөн кийин Кеминди эки кеминди бошотуп, ушул жерде Боом бүгүнкү Капчыгайыбыз биздин көлдүн босогосундагы Боон аяры менен салгылаш болуп, анан кадимки бүгүнкү биз баарыбыз борборубуз жайгашып турган Сарыарканы бошотот. Ушунун баардыгы Манаста кайсы гана манасчы болбосун, кайсы улут болбосун, мунун өзүнүн типтүү сюжети бар. Сюжетин бир дагы манасчы манасты буза албайт. Ага кошумча кошушу мүмкүн. Айрым жерлерине бир өзүнүн поэтикалык саптарында кошушу мүмкүн, башка бир жердин суунун аттарын кошушу мүмкүн, аймагын кеңейте алышы мүмкүн. Бирок манастабызды биринчи келип Таласты бошотуп алып, андан кийин Ордону көтөрүп алып, башка жакка барды деген нерселердин бардыгы бул логикага туура келбеген нерселер. Эми
Ал эмне үчүн андай дегенде, манасчылыктын табиятына жана манас эпосунун жайылышына, сакталышына бирден бир далил, ал кайып касиетинен да арылгандыгынын далили ушунда. Муну манас ата өзү өзгөртпөсө, бир дагы манасчы адам акылы менен өзгөртө албайт. Демек, бул космикалык жактан, орбиталык чектен, арбактар дүйнөсүнөн берилип аткан улуу күч. Эми ошонун далилин Баянгали Алимжанов агабыз Манас Семеттей Сейтек деген китепти Манас эпосунун үчилтигиндеги өзөктүү окуяларды китеп кылып жазды. Болгондо да казак тилинде жазды. Аны кайрадан кыргыз тилинде дагы чыгарды. Бирок Баянгали Алимжанов агабыз Манас айткан кезде нагашысы деп айткан жок да, таякеси деп айтып атат Манастын. Карындасы деген жок, карындашы деп айтып атат. Абакеси Бакай деп айтып атат. Агасы деген жок. Ошондой кыргыздын өзүнө таандык болгон сөздөрдү, сөз айкаштарды жана сүйлөм түзүү эрежелеринин баардыгын кыргыз тилинде айтып атат. Эми Баянгали Алимжанов агабыз бунун өзүнө дагы өзү таң калат ушундай нерсесине. Манас айта баштаган кезде, жана сөзүндө дагы айтты эфирдин башында, мен кыргызга барсам казак деп айтат, казакка келсем кыргыз деп айтат деп. Так ошол сыяктуу ырдаса Баянгали Алимжанов менен Ашаралы Айталиев менен айтышкан акын, Тууганбай Абдиев менен айтышкан, Замирбек Үсөнбаев менен айтышкан, Рахматулло Казукеев менен айтышкан, биздин казак кыргыздын ортосундагы эл аралык айтыштардын бир канчасында байге жеңип жүргөн акын. Кыргыздан төө минген акын, Манастабыздын 1000 жылдык торкулуу тоюн көргөн манасчы. Ушундай жерлердин баарына келгенде казак элинин намысынан чыгып айтышып, байге жеңип жүрдү. Бирок Манас айтып келгенде, Манас айтып деп баштаган кезде кыргыз тили, анын кыргыздык каны, кыргыздык сыры табуучудан ойгонот да, кыргыз тилинде гана Манас айтат. Ушунун өзүндө Манас эпосунун сакралдуу экендиги, ыйык экендиги, башка бир дүйнөдөн келип аткандыгын далилдей алабыз деп мен терең ишенем. Аны Баянгали агабыз өзү дагы калп айттырбайт. Казакстандын Борбор Астана шаарында Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич менен Казакстандын башчысы урматтуу Кемел Касым Жомарт Кемел уулу Манастабыздын айкелин ачкан отурат. Ошол жерде дагы биздин манасчылар менен Баянгали Алимжанов чогуу Манас айтат. Бабам кыргыз айткандай, басынганын үргүлөп, баш болгонун дүңгүрөп, кыргыздын бүткүл тарыхын комуздан артык ким билет. Ал мустактан бери карай кыргыз менен казактын кубанычы дагы, кайгысын дагы комуз менен домбура муундан муунга жоготпой сактап келе жатат. Кыргызды комузсуз, казакты домбурасыз элестетүү мүмкүн эмес. Дал ушул улуу өнөрдү алып жүргөн акак комузчулар ансамблі биздин сахнада.
эми кийинки кеп кезекти сиздерден угалы. Қазақты домбырасыз, қырғызды қомузсыз елестету мүмкін емес. Қос елдің ұлттық аспабынан төгілген ән мен күй, саз бен жыр өнер сүйер қауымның жан дүниесін тебірентпей қоймайды. Өйткені олардың әр сарынында ұлттың тарихы, шерлі шежіресі, мұңы мен қуанышы жатыр. Олай болса біз де кезекті қос елдің күйшілеріне береміз. Біз кезекті күй тартысқа берсек. Қазақ пен қырғыз барда ән менен жыр, саз менен күй өлмейді, өркендей береді. Қазақ пен қырғыз аманда мәдениет пен руханияттың алтын діңгегі беки бермек.
қазақ пен қырғыз аманда бірлік пен татулықтың мәңгіге ұласатыны сөзсіз. Ал біз қосқанат жобасы бір хабармен шектелмейтінімізді еске сала кеткіміз келеді. Біз екі елге ортақ әрі құнды дүниелерді кезекті бағдарламамызда ретмен жалғастырамыз. Алда әлі талай қызық күтіп тұр. Бүгінге осы сізбенен біз қазақ пен қырғыз байланысының қандай деңгейде екеніне тағы бір көз жеткіздік. Ендеше жасай берсін Қазақстан. Жасай бер қырғыз елі. Бүгін көрінгелі елдердің ортасында көпірі болы тұрған бір құштың екі қош қанаты. Алатауыны жердеген ақ қалпақ қырғыз елі. Кең даланы мекендеген дайрадай қазақ елінің ортасындағы қош қанат ынтымақ долборының құшы қанат қайқып биік ұшты. Қанатың талбасын, қанатың қайрылбасын. Уча бер, биіктей бер, көкөлей бер, қош елдің қош қанаты. Ем кефірде көрішкөнше есен тұрыңыздар. Уча бер, үмітімдің қарқырасы, шоладай тұңғиықтан жарқырачы. Уча бер, талғанша қанаттарың, келгенше өмірлердің арқы жазы. Уча бер, үмітімдің қарқырасы, өшпеген ұлы күндің шам сұрачы. Баладай көз қаққанда ең бірінші, ененің етегінен барқырачы. Уча бер, үмітімдің қарқырасы, шоладай тұңғиықтан жарқырачы. Уча бер, талғанша қанаттарың, келгенше өмірлердің арқы жазы. Уча бер, үмітімдің қарқырасы, алдыда өмірлердің жарпын жасшы. Мен қачан чаңқағанда, сусағанда, таңдайға тамчы болып тамчылачы. Уча бер, үмітімдің қарқырасы, шоладай тұңғиықтан жарқырачы. Уча бер, талғанша қанаттарың, келгенше өмірлердің арқы жазы. Уча бер, үмітімдің қарқырасы, шоладай тұңғиықтан жарқырачы. Уча бер, талғанша қанаттарың, келгенше өмірлердің арқы жазы. Келгенше өмірлердің арқы жазы.